Сәлеметсіздер ма? Үй жағдайында отырып, өзіміз жаңағы апайдың берген узорларын шығаратын болсақ, ең алдымен PDF файлымызды ашып аламыз. Содан соң мына жоғарыда распечат дегеннің жаңа белгісі бар, соны басамыз и қараймыз. Настройка размера дегенге қараймыз. Сол кезде мына постер дегенді басатын болсаңыздар, арнайы өзі 10 бөлікке бөліп қояды. Осы 10 бөлікке бөлгеннен кейін печать деп басатын болсаңыздар, мінекей апайдың айтқан сол размерлері шығады. Жазып жіберген ғой бізге 36-36, 12-12 деп. Мысалға мына 36-36 деген размеріміз мінекей бөлік болып, мынадай бөліктер болып шығады. Оның бәрін өзіміз клейлеп қосып аламыз. Қалған мынадай кішірек размерлер нормальный осындайлау болып, бірақ сәл бөлініп шығады. Одан кейін, егер сіз байқамай мына жерде уже размер дегенді басатын болсаңыздар, уже қараңыздар, размері өзгеріп кетті мына жерде. Ол мынадай сіздердің айтып отқан мынадай кішкентай болып шығып қалады екен. Сондықтан үйде распечаттайтын кезде настройкадағы постер дегенді басамыз, сосын мынадай арнайы 10 бөлікке бөлінеді. Сонан печать деген бассаңыздар, өзі 10 парақты шығарады. Болды. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.